Қаршымлар қайыр эфирде заман Қырымве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сілерімен Шевкет Аматулаев. Селямлайым. Гызлы шатлар, Рустақ қатшыларының құртарыжылары Қарасубазар районында тұтылған Бабаве бала Энвер Верезаумеровлар Айдер Джипаровның давасы бойынша Русияның Женеберби махкемесінде гызлы шатны сұрғыдан кечіргенлер. Озыны Александр Бекиров кібі танытқан. Оның сөздеріне көре Айдер Джипаров Хизбут Тахрир группасының ел басшысы ола. Онен 2016 сенесінің сонында таныш олғанны хабер еткен. Санки онен бір кере жәмидеви бір қач кере тешкілі топлашуларында көрішкен. Ләкіні майджи тарафынан жәми ве ев көрініша қында суалеріне аңлайшылы ве толы жевап беріп оламаған. Защита называет этих скрытых свидетелей, это спасательный круг, обвинения. Скрытые свидетели на аналогичной категории дел, по другим делам, в отношении крымских татар. Скрытые свидетели рассказывают практически одну и ту же историю. Так они поясняют, что после пятничной молитвы меняется город. В нашем случае это Белогорск, в деле Бахчисарайской группы это Бахчисарай. Якобы свидетель, выйдя из здания мечети, к нему подходит один из наших подзащитных и предлагает углубленно изучить ислам. После чего данный свидетель соглашается и якобы посещает несколько скрытых конспиративных собраний, где ему рассказывают, что Россия является врагом номер один, что необходимо в Крыму установить халифат. Ишғал етілген ярмадада Қырым татарлар дини бақшылары үшін тақып етілгені Украинадаки Сауди Арабистанның елшісіне хабер етілді. Украина тышышлері назирінің бірінші муавины Менеджепар елші Мухаммад Сулейман Аль-Музгером Аль-Джибрин еле көрішті. Русия тарафындан олған репрессияларға Қырым ишғалінен разы олмаған Қырым татарлар раз келгеніне диққат айырылған. Перша заступниця міністра детально поінформувала саудівського колегу про системні порушення прав людини на території тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим. Наголошувалася на триваючих репресіях з боку російської окупаційної влади проти незгодних з окупацією мешканців півострова, серед яких найбільших переслідувань, зокрема за релігійною ознакою, зазнають кримські татари. Бұнен бері Корошевде Украина Ислам Ишбірлігі тешкілятна незаречі статусында қошылмасы меселесі де музакире етілген. Қырым муфти Сайдер Рустемов қайдеткенне көре 57 мұсылман девлеті кірген құрылыш Қырым татар халқының меселелері көтерілмесі үшін мұйым бір музакире мейданыдыр. Анда Русия незаречі статусында бұлынып, ишғал етілген Қырымда олған вазиетіні мұсылман дүниясына бамбашқа көстермекте дей Айдер Рустемов. Бұне бері Украина бұл тешкілятқа кіріп олса, Қырым татарлар үшін базы бір хайрия лейхалар амелге кечірілмесі үшін yollar açılar еді. Бірлешкен Миллетлерінің Баш Ассамблеясының топлашуында Русияге қаршы Қырымнен бағлы резолюциялар қабыл етілгені вақыт мұсылман девлетлерінің позициясы да деңіше білер еді. Чүнки шымды мұсылман девлетлерінің эксериеті Русияге қаршы резолюцияға қол тұтмай яда рей беруден вазгечелер. İşgalciler dini faktörünü kullanırlar. Bütün dünyaya göstermeye çalışırlar. Buna Kırım Tatarlar yaşayırlar, buna büyük cami kurula da. Ama ondan gayrı bilemiz ki anda ne kadar tenkürler geçiyor. Camiler ya da vurula ya da pencerelerine meteler ya da anda dışarı kıslana ve ilahiri. Yani ona karşı da gerekli siyasi tarafından gayret göstermek gerekiyor. Қырым форматы тешкел етілмелі. Украина тышышлері назирі Дмитрий Кулеба Қырым ишгалден азат етілуі үшін музакире платформасыны тешкел етмек керек деді газета ЮАға берген изатында. Донбасс үшін Норманд форматы Минск анлашмалары платформасы бар Қырым есе ичбір музакире мейданында құрылмады. Қырым үшін бойле мейдан Украинаның халқара иждешлеріні бірлештірмек үшін пек мұйым деді Кулеба. Для Донбасу є нормандський формат переговорів і мінський процес. А для Криму жодної платформи не створили. Припускають через те, що у 2014 році всі зусилля і увага були зосереджені на Донбасі.
Зробити це зараз надзвичайно складно, але й відкладати надалі неможливо. Маємо створити кримський формат. Розуміємо, що Росія до його складу не увійде. Вони ж постійно повторюють, що для них питання Криму закрите. Гадаю, якби вони самі вірили в це, то так часто не повторювали б. Але нам потрібен формат для консолідації міжнародного інструментарію з деокупації Криму. Головне – забезпечити, щоб політика невизнання і тиску була непорушна. Пандемия кайделер деңіз троллевы ве ишгалжилер тарафындан қорқузов. Более проблемаларнен Қырым ве Донбастан келген абитуриентлер Украина али оқуф юртларына келіп кірежеклері вақыт рас келген. Қырыш қайделері кечкен сене октябрь айында язылған еді. Барде үкімет деңішкен соң қырыш қайделері де деңішті. Бұл есе мезумларыны ве қабылханелеріні біраз шашыртқан. Ишгалжилерді Қырымдан шыққан мезумларға низбетен серт қайделер кірсетті. Тәпсілатлыжа левқамызда тариф етілі. Қиын ве тәртіпсіз. Бойле аққорчылайжылар ишғал етілген Қырым ве Донбастан келген абитуриентлер үшін олған кіріш қайделеріні тасвирлей. Ишғалның бірінші еллары ишғал етілген территориялардан келген абитуриентлерде Қырым Украина тәсіл мерkezіне мұражат етіп, белі бір али оқуф юртларына саделештірілген система бойынша кірмеге имкенлары бар еді. Кечкен сене бұтын али оқуф юртларына саделештірілген кіріш компаниясы илан етілді. Ләкин барде үкімет деңішкен сон ескі қайделеріні қайтардылар. Базы брали оқуф юртларының қабул комиссиялары абитуриентлерден бір бірчоқ весіқаларына талап еткен. Ми зустрічаємо це як із кримськими абітурієнтами, так і з абітурієнтами з Донецької, Луганської області. Ситуацію, коли в них просять паспорт, ідентифікаційний податковий, індивідуальний податковий номер, військові квитки і ще купу різних документів, які згідно спрощеної системи вступу для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій ніхто не повинен вимагати. В одному університеті кажуть, да, без питань, взагалі, не треба нам ваші документи, просто будьте тут. А інший університет починає там розповідати, от вам перелік з 20 документів. Да, бір проблема мескен меселесідір. Саделештірілген система бойынша дегілді тыш мұстақыл имтианларыны беріп, Украина әлі оқуф юртларына кірежек олғанлар бұл проблеманен рас келді. Назірлік бұл меселені чезмеді, тек базы бір оқуф юртлары мескен айырмаға разы олған. Деякі виші, які мали можливість, надавали на один день безкоштовно гуртожиток, інші надавали, наприклад, нам були такі озвучені умови, як 175 або 150 гривень з абітурієнта і 200-250 гривень з однієї супроводжуючої особи. Однак, знову ж таки, це була фактично ініціатива самих вишів. Коронавирус пандемиясы да Украина али оқуф юртларына кіріш елларыны қиынлаштырды. Украина март айында Қырымнан мемори сыңырыны қапатты. 2020 сенесінің кіріш компаниясы телеке алтында еді. Біраздан Украина Қырым әлі кіріш чықшына ашқан сон, ишгалжилер яңы қайделер кірсетті. Карантин бітмегеніне қадар Қырымдан тек бір кере чықмақ мүмкін. Таврия Милли университетінің ректоры Владимир Казарин айтқанына көре, ишгалжилер абитуриентлерге аяқ чалып, атта қорқызмаға тырышқанлар. Молодые люди едут, а ты куда это едешь? Ты в армии отслужил? Нет, ну-ка марш назад, пока патриотический долг не... Это ты хочешь уклониться от службы в армии. Не исполнишь, мы тебя не пропустим. Он со второй, с третьей попытки, через 2 недели, через 3 предпринимает попытку переезжать. И поэтому мы многим говорили, приезжайте позже, ну приготовьте чуть-чуть что-то из теплых вещей там в сумку вашу возьмите. Вы поступаете и остаетесь, вы селитесь в общежитие и остаетесь в Киеве, потому что есть прямая загроза, она сработала. Целый ряд людей просто не пропускают обратно. Қиынлықларға бақмадан ишғал етілген Қырым мезунлары Украина али оқуф юртларында тәсіл алмаға интыла. Қырым абитуриентлері үшін кіріш компаниясына тешкіл еткенлер бұл сене абитуриентлерінің сайысы кешкен сенеге көре чоқча олажағына умыт етелер. Министерство подавало 250, по нашим даним було понад 300 абітурієнтів, але це абітурієнти, які вступали через освітні центри Україна-Крим. Разом з тим, в минулому році було ще доволі велика кількість учнів та учениць з Криму, які вступали через ЗНО, через екстернат, через всю цю систему. І по нашим даним, це була теж така ж сама кількість. Я думаю, що приблизно на такому ж самому рівні, трохи менше кримчан вступило в цьому році.
Қырым абитуриентлері үшін 2020 сенесінің кіріш кампаниясы июньнің 9-дан октябрьнің 23-не қадар девам ете. Біраздан Украинаның тәсіл назірлігі келечек сененің кіріш программасына тақдим етмелі. Ақ қорчылайжылар назірлер шурасына абитуриентлер бұл сене келген проблемалар козогіне алынмасы талабынен мұраджат юллағанлар. Владислав Стужук, Заман, АТР. Ахмеджетте сув жедвел бойынша берілгенне біле бақмадан сув тек 2 айға қадар ете біле. Бұны Вода Крыма шіркетінің мудирі Владимир Баженов қаберетті. Оның сөздеріне көре күн-күнден берілген сувның кейфиеті де бетерлешежек. Августның 24-ден Ахмеджет ветрафында олған 39 кой ве қасабаға сув жедвел бойынша берілі башланды. Шымды сабадан 5 ве ақшам 3 саат берілі. Кележек афтадан есе сувны 3 саат саба ве 3 саат ақшам бермеге көзде тұталар. Ахмеджетте сув 2 күнде бір кере берілежегін де истисна етмейлер. Ама Ахмеджетте машина еуов нұқталары қапатмайлар, олар чоқ сув ишлетме екен. Фуртуна, Сағанақ ве Бурча, Қырымда 2 күнге Фуртуна телекесі илан етілді. Қырымда фаалиет көстерген Русияның февқоледе қызметі сентябрь 4 ве 5 күнлері ярмада үзерінде суық фронт кечежегіні тахмин ете. Бұндан себе буралны яғмур олмасы тахмин етілі. Сакинлеріні бұл күнлері мұқайтылмаға чағыралар, чөнки базы регионларыны су баса біле деп хабар етелер. Авропа бірлігі Русия мұхалифа Алексей Навальный зерленгенні тақбих ете. Бұл ақта сөз Авропа бірлігінің тышышлері ветелікестілік меселелері бойынша өйкен темсілжісі Жозеп Боррель тарқатқан бейінатта кете. Ойс ачуларына Бүйік Британия баш назирі Венатаның баш кәтібі сестендірді. Эпосы Кремльден қабатлы инсанлар жезаланмасына талап ете. Алмания арби құветлерінің мақсус лабораториясы кечірген талеллер Навальный новичок группасына кірген зернен зерленгенні таздықлады. Параличке кетіре білген зерні Совет бірлігінде ішлеп шығарайдылер. Соныра Русия оны ішлеп шығармаға девам етті. НАТОның баш кетібі Йенс Столтенберг қайд еткеніне көре Альянс Алмания ведегер іждешлерііле корошы будава нетежелеріні музакире етежеклер. Використання новачка проти Навального ще більш нагально вимагає повного і прозорого розслідування з боку Росії. Литвания тышышлері назира Линас Линкевичус айтқанна көре Навальный новичок иле зерленгені оны айретте қалдырды. Русия хакимиеті месулиетлідей. Ви не можете купити це в аптеці. За цим стоїть російська влада. За такий цинічний злочин мають бути наслідки. Не так багато ліній залишилося неперейденими. Бүйік Британия баш назирі Борис Джонсонны химияви силя құллановы пекачулатқан. Обурює те, що проти Олексія Навального застосували хімічну зброю. Ми на власні очі бачили смертельні наслідки новачка у Великій Британії. Тепер російський уряд повинен пояснити, що сталося з паном Навальним. Ми працюватимемо з міжнародними партнерами, щоб забезпечити правосуддя. Русия мұхалифа Алексей Навальный новичок зернен құрбаны олғана түневін беллі олды. Бұны Алмания хакимиетінің ресми векілі хабар етті. Алмания екімлері оның қанында Британияда зерленген скрипаллер қанында олған мадделерні тапқан. Алмания хакимиеті бұтын олған малюматны Русияге берген. Алексей Навальный август 20 күні Томстан Москваға қайтқаны вақыт учақта ярамады. Учақ Омста қонды. Мұхалифны ессіз алда хастаханеге алып кеттілер. Ағыр алда олған Навальный бір чоқ музакиралерден сон 2 күнден Алмания клиникасына yollanıldı. Екімлер қайдеткеніне көре саясетчі шымды де комада ве ағыр алда. Оның ақ жікерлері суни аваландырылмақты. Ақылға сығмай сақлық назерлігінде Одессада шер күні қайдетілгенні бөлей затладылар. Күтлеви байрам қайдетілігі девамында ичтимai дистанция рәйет етілмегенінден себеп біңлерінен инсан COVID-19 хасталығы телікесіне оғырады. Одесса есе Украина бойынша хасталарының сайысына көре біріншілер сырасында. Сақлық назирі хабар еткеніне көре кечкен күн девамында Украина бойынша 2430 кіші COVID-19 хасталығына ұғыраған. Ең çok хасталарының сайысы Харьков, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы ве Одесса вилаяттерінде қайдетілді. 54 кіші елек олған.
У мене питання до міської влади. Я розумію, що ви всі знаходитесь зараз в виборах, що ви всі живете виключно вже якимись виборчими процесами. Ну ви ж точно знаєте, в якому стані зараз перебуває епідситуація в місті Одеса. Ви ж точно знаєте, яка кількість заповнених ліжок хворими на COVID-19. Ви точно знаєте, яка кількість людей, яка помирає кожного дня від цієї хвороби. Ви точно знаєте, що проведення таких заходів, воно несе небезпеку здоров'ю і життю громадян, ваших виборців. Бұл саат қазір олған соңғы хабарымызды епіңізге қайырлы ақшамлар тілеймін. Аты ерден есе айырылмаңыз, көрішкенше.